Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге сарымсақтың 10 түрлі адам ағзасына пайдалы ақпаратымен бөлісетін боламын. Ол үшін арнама тіркеліп, видеоны соңына дейін көріп, жүрекшені баса отырыңыздар. Негізінде адамның қорғанышы, иммун жүйесі, түрлі жұқпалы ауруға қарсы тұру қабілеті де сол иммун жүйесінің мықтылығына тікелей байланысты. Иммунитетті күшейтуде тамақ рационы аса маңызды. Міне осындайда сарымсақ жеудің пайдасы көп екенін жиі естиміз. Сонымен сарымсақтың қандай пайдасы және пайдалы екенін бірге білейік. Ең бірінші бактериямен күреседі. Сарымсақты шикідей жегенде аллицин заты бөлінеді. Бұл зат түрлі зиянды бактерияларды жояды. Сондай-ақ антисептикалық, яғни залалсыздандыру қабілетіне ие. Егер сарымсақты қыздырса немесе ыстық суға салса, онда аллицин бөлінбейді. Ас мәзіріне шикі сарымсақты қоссаңыз, ағзаңызды өкпе құрты, дизентерия, кандидоз бен герпес ауруларын тудыратын түрлі бактериялардан қорғайсыз. Екінші, қан тамырларының қызметін реттейді. Сарымсақтың құрамындағы аллицин жүрек қан тамырлары жүйесінің қызметін реттейді. Күніне сарымсақтың бір бөлігін жесе, қан тамырларын нығайтып, қан айналымын жақсартады. Залалды холестерин мөлшерін 10%-ға төмендетеді. Сәйкесінше, қанның ұюын болдырмай, жүрек талмасының алдын алады. 12 апта бойына сарымсақты үзбей қолдану артериалды қан қысымын реттейді. Үшінші, қандағы қант мөлшерін төмендетеді. Қант диабетімен ауыратындар күнделікті сарымсақ жегені жөн. Сарымсақ қандағы қант мөлшерін 25%-ға төмендетеді. Бауырдағы инсулиннің ыдырауын баяулатады. Сонымен қатар қант тамырлары және күре тамырларының жұмысын реттеп, қант диабетімен ауыратындардың жүрек қағысын жақсартады. Төртінші, иммунитетті күшейтеді. Сарымсақ вирусты ауруларды емдеуде және олардың профилактикасында таптырмас табиғи дәрілік құрал. Сарымсақты күнделікті пайдалану тұмау сырқаудың 60%-ын алдын алуға болатыны дәлелденген. Тұмаудың алдын алу немесе ауыра қалған жағдайда емдеу үшін күніне 2 немесе 3 рет мұрынға сарымсақтың суын тамызған абзал. Бесінші, қатерлі ісікті алдын алады. Сарымсақ құрамындағы күкірт, диалил, сульфид, селен ағзадағы шлакты сыртқа шығарып қана қоймай, қатерлі ісік жасушаларын өлтіреді. Зерттеулер нәтижесі сарымсақты күнделікті қолдану қатерлі ісіктің пайда болуын 20%-ға төмендететіні көрсеткен. Соның ішінде асқазан рагы, тоқ-ішек ісігі, бауыр, сүт безі ісігі қаупін азайтады. Алтыншы, паразиттер. Аскардиозбен жер бетінде 1 миллиард адам ауырады екен. Бұл ересектер мен балаларға кездесетін ауру. Оны тудырушы аскарида, яғни ішек құрты. Ал сарымсақ ішек құртымен күресудің табиғи әрі тиімді жолы. Сарымсақты шикі жеген жөн, немесе 200 мл сүтке, балаларға 70 мл бір бөлігін сарымсақ салып, әбден шыпсарғанша қайнатыңыз. Жылы күйінде сүзіп алып, клизма жасау керек. Клизманы 1 аптада күнделікті жатар алдында жасаған дұрыс. Жетінші, ас қорыту. Сарымсақ ас ішек жолдарына өте пайдалы. Осы күнделікті пайдалану асқазан сөлінің бөлінуін және темірдің дұрыс сіңуіне көмектеседі. Ас қорыту процесін жақсартады. Қарынның жұмысын реттейді. Ішек жұмысын жақсартады. Тәбетті көтереді. Алайда асқазан ойық жарасы және басқа да аурулардың асқынуы кезінде сарымсақты қолданбаған абзал. Сегізінші, буын аурулары. Сарымсақтың аяқ-қол буындар
ағзалар үшін пайдасы зор. Тұз жиналудың алдын алуы болады. Зақымданған буынның тіндерін қалпына келтіреді. Сүйек майларының азаюын болдырмайды. Остеоартриттің алдын алады. Сондықтан да сарымсақты ас мәзіріне қосыңыз. 9. Теріні қалыпқа келтіреді. Сарымсақтың құрамындағы дәрумендер теріні серпінді етеді. Безеудің пайда болуын азайтады. Әжімнің бет-терісінің қартаюын алдын алады. Бұл үшін сарымсақтан жасалған маска жасау міндетті емес. Күніне сарымсақтың 1 немесе 2 бөлігін жесеңіз болғаны. 10. Артық салмақпен күрес. Сарымсақ дұрыс тамақтану механизмінің тетігі. Сарымсақты жеу арқылы салмақтан арылып қана қоймай, сол қалыпты ұзаққа дейін сақтауға мүмкіндік береді. Менің видеом ұнаса,